Токио хайуанаттар бағындағы 3 арыстан ыстық өту салдарынан өліп, қалғандары емделіп жатыр деп хабарлады сейсенбі күні бақ өкілі. Жыртқыштар Жапония астанасындағы жоғары ылғалдықтан зардап шегуде. 3 жасар бір ұрғаш арыстан сейсенбіде, 11 жастағы екіншісі жуырдағы жұмада, ал 15-тегі үшіншісі жексенбіде өлді. 残念ながらその後3頭のライオンが7月の28日以降に続けて死亡してしまっています。体調不良になったライオンは全部で10頭になったんですが、その後治療のおかげで回復した個体もいます。 Тама хайуанаттар бағындағы 16 арыстанның 10 шақтысы шілде ортасынан бері тәбеттің жоғалуы және белсенділіктің төмендеуі сияқты белгілерден зардап шегіп, 3 қаншық арыстан өліп кетті деп хабарлады хайуанаттар бағы өз мәлімдемесінде. Жаңалыққа қатысты пікір білдірген PETA жануарлар құқығын қорғау ұйымы Муги, Ичиго және Луэна есімді арыстандардың жабайы аң үшін өмірді мәнді ететін барлық нәрседен айырылып, торда туып, торда өмір сүріп, торда өлгенін айтты. Жапонияда соңғы апталарда елдің кейбір бөліктерінде температура 40 градусқа жетіп, мыңдаған адамның ауруханаға түсуіне себеп болды.